Сәлем достар, сіздермен бүгін біз үй жағдайында өте дәмді тандыр самса жасаймыз, яғни қазан самса жасаймыз. Бұл самсаны барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін, себебі дәмі тура тандырдағыдай болып шығады. Алдымен самсамыздың қамырын дайындап аламыз. 600 грамм ұнымызға 2 жұмыртқамызды, 2 шай қасық тұзымызды және де 300 грамм суымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң 10 минутқа қамырымызды тұндырып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Менде бұл қамырда 3 бөлік қамыр шықты. Әрқайсысын жаюға ыңғайлы етіп, дөңгелекше етіп қамырымызды жасап шығамыз. Дөңгелекше етіп болғаннан соң 5 минутқа қамырымызды және қойып қоямыз. 5 минуттан соң қамырымызды алып, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу қажет, себебі самсамыз әдемі және де дәмді болып шығады. Қамырымызды жұқа етіп жаю үшін оқтайымыздың екі шетімен жайып шығамыз. Қамырымыздың ортасын баспаймыз, қамырдың екі шетінен басып, жұқа етіп қамыр жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан соң арасына майымызды немесе маргаринімізді ертіп алып, бір келкі етіп жағып шығамыз. Барлығын бір келкі етіп жайып болғаннан соң қамырымызды орап шығамыз. Қамырымызды орап болғаннан соң видеодағыдай және де жанына қарап орап, пищевой пленкаға салып, 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. 2 сағаттан соң біздің қамырымыз дайын болғанша фаршын дайындап аламыз. Фаршымызға 500 грамм фарш, 3 пияз, тұз, бұрыш, қалауыңыз бойынша зіре немесе менде кептірілген кинза зіре пайдаландым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. 2 сағаттан соң холодильниктен біздің қамырымызды алып шығамыз. Бізде бұл қамыр слоеный тесто болды. Қамырымызды алып болғаннан соң самсамыздың көлемінде етіп қамырымызды видеодағыдай кесіп шығамыз. Дөңгелекше етіп форма жасап алып, самсамыздың қамырын жайып шығамыз. Қамырымызды дөңгелекше етіп жайып болғаннан соң, қамырымыздың ішіне біздің дайындаған фаршымызды бірдей етіп барлығына шалып шығамыз. Фаршымызды бір келкі етіп салып болғаннан соң, біздің самсамыздың келесі формасын жасап орап шығамыз. Мен дөңгелекше форма жасап шықтым. Бұл өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Негізі дөңгелекше етіп жасасаңыздар қазаныңызға әдемі болып жабысады. Барлық самсаны жасап болғаннан соң, самсамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын бір келкі етіп жағып шығамыз. Самсамызды бір келкі етіп жағып болғаннан соң, күнжіт үстінен сеуіп шығасыздар. Қызып тұрған қазандарыңыз міндетті түрде қызып тұру керек, себебі самсаларыңыз жабыспай қалады. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне самсаларымызды жұмыртқаның ағына батырып алып, жабыстырып шығамыз. Менде бұл қазан үнемі осындай самса жасауға арналған қазан болғандықтан, түрі кішкене сарғайып кеткен. Қазанның түріне мән бермеңіздер. Барлық самсаларымызды жабыстырып болғаннан соң, қазанымыздың қақпағын жауып, 15 минутқа піскенше қойып қоямыз. Арасында буын шығарып тұрамыз қазанымыздың. Самсаңыздың беті қызармаған болса, қазаныңызды төңкеріп қызартып алсаңыздар болады. Немесе духовкада қызартып аласыздар. Осымен біздің самсамыз дайын. Барсаңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді.
Сіздермен болған мен Айжан. Лайк және коммент жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.